Hello everyone, сәлем баршаңызға. Бүгінгі сабақта stop to do мен stop doing екеуінің айырмашылығын білетін боласыздар. Сабақты айымның өмірінен мысалмен өте оңай етіп түсіндіріп беремін. Бұдан былай шатастырмайтын боласыңыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Соңында мысал келтіріп, өздеріңде жаттығып көретін боласыңдар. Let's get started. Кеше айым ағылшын курсына бара жатыр еді. Бір кезде ол тоқтады. Не үшін тоқтады? She stopped to drink water. Ол су ішу үшін тоқтады. Бұл жерде to drink дегені су ішу. Ол айымның келесі іс-әрекеті. Ол бір әрекетті істеу үшін тоқтады. Яғни мақсат. Су ішу үшін тоқтады. Енді басқа жағдайды елестетейік. Айым бұрын үнемі тәтті сусынды көп ішетін. Бірақ бір күні. She stopped drinking sweet drinks. She stopped drinking sweet drinks. Ол тәтті сусын ішуді тоқтатты. Мұнда drinking айым бұрын істеп жүрген әрекеті. Ол енді бұл әрекетті мүлде доғарды. Енді қараңыздар. Stop to do бұл бір әрекетті істеу үшін тоқтау, ал stop doing әрекетті доғару, тоқтату. Түсінікті, иә? Сосын ол кенет жолда құрбысын кездестірді де, айым қуанып кетті. Сосын олар сөйлесіп тұрды. She stopped to talk to her friend. She stopped to talk to her friend. Ол құрбысымен сөйлесу үшін тоқтады. Бұл да stop to do, яғни сөйлесу мақсат. Осы сөйлесу мақсаты үшін ол тоқтады. Құрбысымен сөйлесіп болғаннан кейін, ол ағылшын курсына келді. Сабақ басталды. Бірақ бұрын айым үнемі сабақ кезінде басқалармен сөйлесе беретін. Енді мұғалімі ескерту жасаған соң, She stopped talking during class. She stopped talking during class. Ол енді сабақ кезінде сөйлеуді доғарды. Бұл stop doing. Яғни stop to do басқа әрекет жасау үшін тоқтау, ал stop doing бір әрекетті доғару. Енді тағы да мысал сөйлем келтірейін. She stopped to talk. Сөйлесу үшін тоқтады. She stopped talking. Сөйлеуді доғарды. Тағы да қайталап айтып жатырмын, түсінікті болу үшін. Бұл мысалдардың барлығында stop өткен шақта қолданылған. Stop дұрыс етістік болғандықтан ed жалғанады. Stop, stopped. Тоқтау, тоқтады. Stop етістігі тек қана өткен шақта емес, барлық шақтарда да қолданыла береді. Тек сөйлемнің мағынасына және уақыттың белгісіне байланысты. Мысалы, I stop, I will stop, I am stopping. Ал енді сен де байқап көр. I stopped to call my friend. Бұл сөйлем нені білдіреді? I stopped calling my friend. Ал мынау ше? Бұл сөйлемдердің нені білдіретінін төменге жазсаңыздар болады. Енді тағы да өз мысалдарыңызды келтіріп көріңіздер. I stopped to. Не үшін тоқтадың? I stopped. ING жалғайсыздар етістікке. Қандай әрекетті доғардың? Мысалы, I stopped to buy ice cream. Мен балмұздақ сатып алу үшін тоқтадым.
Ал I stopped buying ice cream, мен балмұздақ сатып алуды доғардым. Ал енді сен өзіңнің мысалыңды келтіріп көр. Түсінсең, комментке өз мысалыңды жазып қалдыр, және егер айым саған көмектессе, лайк басуды ұмытпа. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.